Сәлем баршаңызға, сіздермен бүгін творожный пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептпен жасасаңыздар, бір жасағаннан ақ шығатын болады. Ең қарапайым рецепт, үйдегі бар заттардан тек творогыңыз болса ғана болды. Достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, ал кеттік. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға ерітілген сары май, қант, жұмыртқамызды салып, қант ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қопсытқышымызды қосып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолмен осылай илеп жібереміз. Одан кейін салафанға салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қоямыз. Оға дейін начинкасын жасайтын боламыз. Творогымызға қантымызды, 2 жұмыртқа, мен 20% адал қаймағын пайдаландым. Миксермен араластырсаңыздар да болады, мен блендермен араластырдым. Формамызға қамырымызды салып, осындай формаға келтіріп аламыз. Шанышқымен тесіп шығамыз. Одан кейін начинкамызды салып, қызып тұрған пешімізде 160 градуста ровно 1 сағат пісіретін боламыз, қыздар. Сол кезде қамырымызда піседі, творогымызда күйіп кетпейтін болады. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз, достар. Толық рецепт видеоның астына қалдыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.